Баймын деп аспа, ханмын деп таспа. Екінші бөлім. Авторы Істілеуова Айдана, оқыған Ақерке Сманова. Достар, сіздерден аз ғана өтініш. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздаршы. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Күндер зулап өтіп жатыр. Әйгерім 1 сыныпқа аяқ басты. Білім алу дегеннен хабарсыз Әйгерімнің оқуға деген ынтасы ашылмады. Мұғалімнен ата-анасына қаншама шағым түссе де, оған ата-анасы мән бермеді. Олардың ойы қазір бәрін шешетін ақша. Әйгерім оқуға деген ынтасының нашарлығынан қаншама мектепке ауысты. Бастауышпен осылайша қоштасты. Мектепте оқығым келмейді деген көкіректігінен әке-шешесіне түрлі нәрселер айтып жүректерін жаралайтын. Бұндай күйге бұрын-соңды түспеген олар қыздары үшін енді ғана алаңдай бастады. Көп созбайын, осы жерден бастап өзім жалғастырайын. Қалай дұрыс адам қалпыма түскенімді, ақшаның құлы болып, қалай одан құтылғанымды өзім айтып берейін деп бастады кейіпкеріміз әңгімесін. Ол кездері менде мүлдем аяушылық сезім болған жоқ. Біреуге сыйлық сыйлау түгілі өз ата-анама ештеңе тарту етпеппін. Олардың жанарындағы қалың мұңды есейгенде, ақыл тоқтатқанда ғана байқадым. Барлық адамды өзімнен төмен санадым. Ақша көп болған соң әрине, ешкімді өзімді басынуына жол бермедім. Онымен қоймай, жағдайы нашар оқушыларды кемсітуді әдетке айналдырдым. Олар жылап кететін. Мұғалімдер маған қанша ұрса да құлаққа ілмейтін едім. Жүрегімнің соншалықты тас болғанына таң қаламын. Жалғасы бар.